Ассалаумағалейкум достар, сіздермен кереметтей Нұр арнасы. Бүгін біздерге сонау Қытай еліне мынандай посылка келді. Міне достар, керемет Нұр арнасына келді. Міне достар, қараңыздар, керемет Нұр арнасына AirPods Pro келді достар. i900.000 TVS моделі. Достар, қазір Қазақстанда бұның бағасы, AirPods-тың бағасы 120.000-150.000 теңге тұрады. Я достар, AliExpress сайтынан келді, Қытай жерінен. Қазір сіздермен бірге ашатын боламыз. Мен қазір осы видеода сіздерге былай ашамын, әрі қарай біздің стөлге көшетін боламыз. Я достар, міне біздің пышағымыз. Міне қараңыздар. Осы пышақпен қазір сіздердің көздеріңізше алдарыңызды ашайық. Міне достар, бұл посылка маған бір 20 күннің 20-30 күннің аралығында келді, санамадым достар. AirPods-ты көрейік. Міне қараңыздар достар, AirPods. Оппа. Енді әр жағын жақсы қаптаған продавец, бұның бәрін байқаған екен. Міне қараңыздар, әр жағы жақсы қапталған. Мына жерінен тілейік. AirPods-ты ашайық. Тағы да қаптаған екен, ішінен 2 рет қаптаған общем достар. Енді қымбат зат екені көрініп тұр ғой. Міне достар, AirPods Pro 150.000 теңгенің наушнигі қазір сіздермен бірге ашатын боламыз достар. Міне қараңыздар, оригинал ма, оригинал емес пе, дауысын тексеретін боламыз. Негізі менің ойымша, естуім бойынша бұның дыбысы енді бір айтуға тұрарлық дыбыс деп айтқан болатын. Оны қазір сіздермен бірге нәтижесін барлығын тексереміз осының. Бұны алуға бола ма, алуға болмай ма, бұл соншама немене құлаққап екенін сіздермен бірге тексереміз. Ал достар, біздің стөлге аттанайық. Достар, міне AirPods Pro TVS A900.000-ды ашуға кірісейік. Бұл жерде достар, AirPods Pro-ны ашпастан бұрын сіздерге айтарым, бұның негізгі оригинал бағасы 150.000 және одан да жоғары. Егер сіздер мен сияқты оригинал копиясын сатып алғыларыңыз келсе, мен ссылкасын видеоның астында қалдырамын. Екі оригиналға да және копияға да екі ссылканы қалдыратын болам, өздеріңіз таңдап аласыздар. Оригиналы 150.000-нан жоғары болса, ал мынандай оригинал копиялары $20 шатаспасам, $20 мен алдым, 25 күннің көлемінде келді. Сатушы жақсы қаптаған, барлығы жақсы. Және де біз қазір осыны екі смартфонмен тексеретін боламыз. Біріншісі iPhone мен және де Android желісінде қалай ұстайтын. Бұл AirPods Android желісінде де қабылдай береді. Бұның алдыңғы AirPods-тан артықшылығын қазір тексеретін боламыз, қандай артықшылығы бар екен. Ал кірісейік. Міне пышағымды қолданайық, сол пышағыммен ашатын боламыз. Енді сатушы жақсы қаптаған. Ешқандай коробкасы бұзылмай келді. Міне ашамыз. Және де айтарым достар, мына жерде Made in China деп жазып тұр және евростандартпен мақұлданған. Оригинал копия екені мақұлданған. Қарасай. Міне достар, аштық. Және бірінші бұл жерде инструкциясы жазылған. Қалай қолдану керегін, барлығы жазылған. Міне қараңыздар. Қалай қосылу керегін. Бұны кейінге қоя тұрайық мына жерге. Керек емес әзірше. Және де міне AirPods-тың өзі, бұны да мына жаққа қойдырайық. Және де артында не бар екенін көрейік. Міне мынау пластмасс. Міне мынау қағаз, бұл да керек емес. Бұл жерде бізде бұның зарядтағышы. AirPods-тың мына жағы iPhone-ның зарядкасы, мына жағы Type-C болу керек. Қазір көрейік. Мына жағы Type-C екен достар, міне қараңыздар. Type-C. Мынау не дейсіздер ғой, бұны көрейік бізде мынау не. Бұл бізде құлаққа ауыстырғыш достар.
жаңағы басына салынатын. Міне достар, құлақ қапышты мына жерге салып қояды екен. Бұл ауыстырма құлақ қаптар. Егер де сіздің құлағыңыздың размері, өлшері үлкен немесе кіші болса, ауыстырып қоюға болады. Бұл осы үшін арналған. Жайт, бұны да мына жаққа қоя тұрайық. Бізге қазір бастысы AirPods тексеру. Міне қараңыздар. Матовый пакетте қапталған. Және де міне AirPods. Қараңыздар достар. Және качествосын көрсетейін. Және міне. Және ашылған бетте қараңыздар, индикатор жанды. Бұл бізде зарядкасы орташа деген индикатор. Сарғыш қызыл болып жанып тұр, бізде зарядкасы орташа. Және де міне AirPods-тың өзі. Магниті бәрі істеп тұр, қараңыздар. AirPods-тың өзінің қараңыздар. Качествосын көрсетейін сіздерге, бірінші сапасын. Міне сапасын көрдіңіздер. Мынаны алып көрсетейін. Қараңыздар сапасын. Және де мынаның ішінде сеткасы бар екен, достар, қараңыздар. Міне, сеткасын көріп тұрсыздар ма? Және де мынаған енді оңай салынады, міне алынбайды, оңай салынады подушкасы. Екінші AirPods тексерейік. Бұл да сапасы енді. Мен қарап тұрғанымдай сапасы өте жақсы. Міне, бұнда насаңыз бас жағы алынбайды. Міне аламыз. Мына жағын қарайық сапасын. Жарайды, бұны да тексердік. Мына жаққа қоя тұрайық. AirPods-ын өзін тексерейік. Міне ішкі жағын қараңыздар. Зарядтайтын жері, магниттары. Және де крышкасы. Крышкасы жақсы жабылады. Мына жері металл екен. Мына жері металл. Мынау кнопкасы. Кнопка басуға арналған кнопкасы. Bluetooth арқылы іздеуге. Және де бұл сенсор арқылы зарядталынады, достар. Сенсор powerbank-тарға қоясаңыз зарядка алады. Бұның тағы бір артықшылығы. Ал достар, қазір сіздермен бірге бұны тексеріп көрейік. Бірінші iPhone-ға тексерейік. Қалай болатын бұл AirPods-ты? Қазір бірінші AirPods-тарды салып қойық. Мына жерде кіргізген кезде, ең басында кіргізген бетте магнит өзіне AirPods-ты тартып алады. Жақсы, тиімді, жақсы. Жарайды, iPhone-ды қосайық. iPhone-ды қосқаннан кейін, достар, AirPods-ты қосамыз қазір. Bluetooth-ға кіреміз. Бізде AirPods-ты табу қажет. Міне, AirPods сразу тапты. Осы жерде Connect дегенді басуымыз қажет. Connect дегенді басайық. Және де артындағы кнопканы басуымыз керек осы сәтте. Міне бастық. AirPods қосылды. Қараңыздар. AirPods қосылып жатыр. Міне. Бұл жерде настройкалар жайлы айта кетіп жатыр. Қандай басылады. Қандай артықшылықтары бар. Міне мына жері мынау арқылы басылады деген сөз. Бұл жерде қандай режимдер таңдауға болатынын айтып жатыр қазір бізге. Және де достар, қараңыздар. Бұл жерде тағы AirPods-тың артықшылығы. Мынау AirPods-тың өзінің сыртқы қабаты жеке заряд алады да, ішкі AirPods-тар өздері жеке заряд алады. Бұның жаңағы сатушының айтуы бойынша AirPods-тың өзінің жаңағы сақтау қалпы сағаттың бір 2,5-3 сағатқа жетеді. Мына 2 AirPods. Ал мынау өзі 5 сағатқа зарядкалап береді. Сонымен сіздің бір күніңізге оп-оңай жетеді. 8-9 сағатқа жетеді. Мысалға мына екеуі отырып қалса, осы екеуі отырып қалғаннан кейін мынаған қойып, мына сыртына қойып, сіз зарядкаға қоя аласыз. Мына сыртына қоясыз, зарядкалап береді, қайттан алып қолдана аласыз. 2 сағаттан кейін қайттан мына қапшыққа салып қайттан зарядкалап аласыз. Бұл өте тиімді. Осы жақсы жағы осы ең бір. Және де достар, мен қазір бір AirPods-ты алсам, қараңыздар, мына екеуі бір-бірінен ажырап кетеді. Бұл не деген мағынаны білдіреді? Бұл біз мына AirPods-ты жеке қолдана аламыз, мына AirPods-ты өшіріп тастап бір құлағымызға ғана. Немесе мына AirPods-тың өзін жеке қолданамын. Міне екеуі бір-біріне қосылды деген сөз. Алып тастасам бір-бірінен ажыратылды деген сөз. Екеуі жеке көрсетеді, көрдіңіз бе? Мынау 80% қана қалды, мынау 90% бар әлі. Көрдіңіздер ма? Бұның тағы бір артықшылығы, мен ананы жеке қолдана аламын, ананы жеке қолдана аламын. Жарайды, сіздермен қазір дыбысын көрейік. Дыбысын.
Міне достар, мен жаңа ғана тыңдап көрдім, басы өте керемет, ремикстар өлеңдер тыңдадым, бастары өте керемет. Енді дыбысы сапалы деп мен 100% айта аламын, маған қатты ұнады дыбысы. Және де айтарым достар, бұл AirPods-тың алдыңғы AirPods-қа қарағанда бұл AirPods Pro ғой. Қараңыздар, AirPods Pro-ның алдыңғы AirPods-қа қарағанда артықшылығы мынандай подушкалары бар. Құлаққа өте ыңғайлы, құлақты қажамайды. Өйткені алдыңғы AirPods ол құлақты қажайтын. Менің ғана емес шығар, басқалардың да құлағын қажаған шығар. Кім қолданады, олар біледі өз AirPods-ты. Ал мына Pro достар құлақты қажамайды. Бұл не деген мағына? Бұл спорт жағдайында, жүгіруде немесе спортпен қолданғанда бұл өте керемет. Және де тағы айтарым, мына жерде құлақты қабылдайтын құлақ сезгіш сенсор бар, қараңыздар. Ал қойып қойсам музыка ойнамайды. Демек бұл біршама мына құлақ қаптың біршама пайызын, зарядкасын сақтап қалуға көмегі зор. Өйткені бұл қосылып қалып қоймайды бір жерде, қалтаңызға саласаңыз өшіп қалады. Өйткені оған мынандай терілер керек дейді ғой, бір сөзбен. Құлақтың терісіне ұқсайтын. Міне қараңыздар достар, қолыма қоям, музыка ойнайды. Ал былай қолымды алып тастап жерге қойып қойсам, музыка тоқтап қалады. Қараңыздар, музыка тоқтап қалды. Бұл өте пайдалы достар. Яғни егер сіз қалтаңызға саласаңыз, музыка өшіп қалады, құлағыңызға қайта тықсаңыз, музыка қосылады. Яғни сонымен қатар мен бір-ақ құлағыма тықсам, бір жақ құлағымда ғана ойнап тұра береді. Ал екінші құлағы сол беті қосылмай тұра береді. Демек мен бір құлағыма ғана қосып жүре бере алам. Және де бұның тағы бір артықшылығы достар, құлаққа өте жағымды тұрады, және де бір жүгіруге де болады деген сияқты, құлақтан түсіп қалмайды. Нақты, нық тұрады да құлақта, соған маған қатты ұнады. Және де ең қызығы бұның жаңағы AirPods-тан, жай ғана AirPods-тан бұл AirPods Pro-ның артықшылығы, қараңыздар. Мынаған кіреміз AirPods-қа. Бұда 3 режим бар достар. Мына жерде дауысын азайтып көбейте аламыз. Және де қараңыздар, барлық режимді өшіріп тастап, бір режиммен, обычный қарапайым режиммен дыбысын ести беруге болады. Немесе шумоподавление деген бар достар, шумның бәрін алып тастайды, және де дауыстың сапасын 100%-ға жақсартады да, сізге музыканы ғана естіртеді құлағыңызға. Ал басқа сырттан келетін дыбыстарды, біреудің айтып жатқан сөздерін естімейтін боласыз бұл режимде. Мына режим бар, бұл прозрачный режим деген. Бұл режимге қойсақ, сізде мысалы великпен келе жатсаңыз, адам машиналардың дауысын естуге осыған қойып қойасыз, музыка да естіліп тұрады сізге жақсы сапалы, және де жаңағы посторонний дауыс дейді ғой, басқа сырт дыбыстар, солар да естіліп тұрады. Бұл керемет, маған қатты ұнады бұл функциялар достар. Мысалы қараңыздар, егер де біреумен сөйлесіп тұрған болсаңыз, музыканы да қосып қоясыз, музыканы да тыңдап отырасыз, және де басқа біреудің дауысын да ести бересіз. Маған қазір шумоподавление қызықты болып тұр, бұның дыбысы өте жақсы екен. Және де достар, қараңыздар, настройкасына кірсек, бұл AirPods-тың, қараңыздар, Bluetooth-ға кіреміз. Настройкасына кірсек, AirPods-тың атын өзгерте аламыз, қараңыздар. AirPods-тың атын өзгертейік. AirPods Pro демей қойық, керемет нұр деп қойық. Міне, керемет нұр дейміз. Керемет нұр дейді, міне аты AirPods Pro-ның аты керемет нұр. Және де оң жақ пен сол жақ құлағын, міне қараңыздар, оң жақ пен сол жақ құлағында жеке-жеке ат беруге болады. Оң жақ сол жақ демей, мына жерде оң жағына басқа ат, сол жағына басқа ат беруге болады. Бәледі достар, бұны сіз автомат түрде ауыстыра аласыз бұл режимдарды. Бұл режимдарды ауыстыру үшін мына кнопканы басып тұру қажет. Міне жерде сенсорный кнопкасы бар, басып тұрамыз. Міне достар, мен қазір AirPods-ты құлағыма киіп алдым. Міне қазір бір кнопканы басып тұрам, режимді ауыстыру үшін. Міне ауысты, қараңыздар. Қазір тағы да басып тұрам. Міне ана шумоподавлениемен жаңағы прозрачность деген екі режимға ауысып отырады. Мына кнопканы басып тұрсаңыз, міне мына кнопканы басып тұрасыз, сенсорный кнопканы, сол кезде режимдер арқылы ауыстырады. Және де тағы бір артықшылығы достар, мына жерде құлақтың сенсоркасы бар. Егер де сіз құлаққа тақсаңыз, дыбыс басталады. Мысалы теріге де бұл, қараңыздар, теріге де әсер етеді, қараңыздар. Теріге қоссам, музыка басталады. Өйткені теріге қосылып тұр. А если теріні алып тастасам, музыка өшіп қалады.
егер де сіз былай жерге, мысалы жерге емес былай жерге қоя салсаңыз, музыка өшіп қалады. Сонымен қатар өзінің батарейкасын сақтап қалады. Бұл өте тиімді. Егер де музыкаға келетін болсақ, музыка қосылып тұрған болса, мынаны бір рет басу арқылы бұл паузаға қояды. Музыканы паузаға қоямыз. Бір рет басқасақ, музыка паузаға қойып қалады. Қайттан бассақ, міне, қайттан бір рет бассақ, музыка ойнап кетеді әрі қарай. Егер екі рет бассақ, үш рет, егер де бұл кнопканы үш рет басатын болсақ, достар, үш рет басатын болсақ, басқа музыкаға ауысады. Және де бізде мына жерде AirPods-ның аты шығып тұр, қараңыздар. AirPods-ның аты шығып тұр. Және де мен кәдімгі терімді қосам. Қолым тигізсем болды, мына жерге музыка ойнайды. Алып тастасам, музыка өшіп қалады. Бұл AirPods-ты, достар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді кейбір адамдарда iPhone болмауы мүмкін, кейбір адамдарда Android болуы мүмкін, бірақ бұл Android желісінде де істейді. Қазір соны сіздермен бірге тексеретін боламыз. iPhone желісінде барлығы өте керемет істейді, дыбысы бәрі. Микрофонға да жақсы, микрофонда сапалы жазылады, қараңыздар, диктофонға. Жаңа біз музыканы жаздық, қазір қараңыздар дыбысының сапасын. Сапасына келетін болсақ, дыбыстың сапасы, жазылу өте жақсы. Бұны сіздер жай микрофон ретінде қолдануға болады. Мысалға ара қашықтықта. Бұның ара қашықтығына келетін болсақ, мысалы сіздің смартфоныңыздан 15-20 метр ара қашықтықта микрофонмен жазыла береді диктофонға. Және де 15-20 метр ара қашықтықта дыбысы тыңдалына береді, музыка тыңдай бересіз. Бұл тағы бір артықшылығы. Жарайды, енді Android желісінде тексеретін боламыз қазір сіздермен бірге. Бұл AirPods-ты. AirPods мына қапшығына салайық. Барлығын басынан бастап көрсету үшін сіздермен бірге. Қараңыздар. Енді жабылуы маған қатты ұнады. Мына жағы магнит ретінде оңай жабылады, қараңыздар, магнитпен. Енді Android желісінен қосайық. Bluetooth-ді қосамыз. AirPods-ты ашайық. Добавить устройство дегенге басамыз. Және ол жерде AirPods шығу керек. Міне, жаңа біз AirPods-ның атын ауыстырғанбыз, достар, естеріңізде болар. Керемет нұрға AirPods-ты ауыстырғанбыз. Міне, керемет нұр деп шығып тұр. Керемет нұрды қосамыз. Добавить дегенді басамыз. Бұл жерде подключение жүріп жатыр. Міне, және де уровень зарядки деген бізде шықты. Зарядканың қанша пайыз көрсетіп тұрған настройкаға кірсек, барлығы көріліп тұр, қараңыздар. Және де ең қызығы бұл, егер де біз Android желісіне қосатын болсақ, жаңағы режимдерді таңдай алмаймыз. Мысалға жаңағы шум подавление, прозрачность деген режимдарды қолдана алмаймыз. Өйткені ол iPhone желісінде ғана істелінеді. Бірақ бұдан да дыбысын қазір сіздермен тексеретін боламыз. Қазір мен бірінен алайын AirPods-ты. Және сіздерге дыбысын айтатын болам. Қазір бір музыка қосайық. Қазір екіншісінде тағып алайық сіздерге дыбысын айту үшін. Міне қараңыздар, достар. Сіздерге естіле ме? Қазір естіп көрейін. Және де, достар, бұл жаңағы мен айтып кеткен режимдар осы Android желісінде де істейді екен мына режимдар. Және мен жаңа ғана AirPods арқылы видеоны ауыстырдым. Екі рет бассам, басқа видеоға ауысып кетті. Бір рет бассам, паузаға қойылады, қайттан бассам, play қайттан басылады. Видео қайттан ойналынады. Және де бұл жаңағы режимдары бәрі істеп тұр. Және де теріге жаңағы айтып кеткендей сенсор, құлаққа арналған сенсор де істеп тұр. Бұл жерде енді дыбысына келетін болсам, жаңағы iPhone-да қандай дыбыс шықты, өте сапалы. Бұл жаңағы Android желісінде де мына телефонмен өте сапалы дыбыс шығып тұр. Мен бұл AirPods-ты алғаныма өкінбеймін. Мен сіздерге ал деп айтпаймын, бірақ мен өзімнің көзқарасымды айтып жатырмын. Өздеріңіз алып көріп тексерсеңіздер де болады. Енді мен
оригинал емес, бұл оригинал копия болғандықтан, енді оригиналдың аты оригинал болғанымен мына копиясы маған өте қатты ұнады. Өзінің бағасына тұрарлық, өйткені мен жаңа ғана көрдім бұны физикалық түрде неге қабілетті екендігін. Бұның қабілеті маған өте қатты ұнады. Және де ең қызығы, бұл жерде жаңағы шумоподавление мен прозрачность деген режимдарды ғана ауыстыра алмаймыз, қалған барлығы өзінің қалпында достар. Енді сапасы керемет, айта кеткенімдей. Және де настройкасына кіріп көрсетейін қазір сіздерге. Және де бұл жерде де достар, Android желісінен де өзіңіз жаңағы AirPods-ның атын өзгерте аламыз. Қараңыздар. Бұл жерде AirPods-ның атын өзгерте аламыз. Және де бұл арқылы біз телефонмен де сөйлесе аламыз. Кез келген затты істей аламыз. Бар болған диктофонды да жаза аламыз. Бұл жерде бір сөзбен универсал наушник барлығын істей алады. AirPods Pro TVS i900. Енді барлығын тексерген сияқтымыз. Міне, екеуін де тексердім. Неге қабілетті барлығын тексердік. Міне достар, енді біз Bluetooth-ды өшірейік бұл смартфоннан. Жаңа ғана біз екі телефонмен де тексердік, Android желісінде де, iOS желісінде де. Демек, бұл iPhone-мен де және басқа да смартфондармен істей береді. AirPods Pro универсальный, әмбебап AirPods Pro десек те болады. Бұны мен тағы да өзімнің MacBook-мен де қолдана берем. Сапасына келетін болсақ, достар, маған барлығы ұнап тұр. Сапасы барлығы жоғары. Маған өзіме қатты ұнайды, өйткені бұл өзінің бағасына тұрарлық. Оригиналдары 150 мың тұрса, мен бұны 10 мың мен 8 мыңның көлемінде алдым. Нақты бағасын айтатын болсам, ссылка арқылы өтіп, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Оригинал AirPods-қа да ссылкасын қалдыра кетем. Кім оригинал алғысы келеді, ссылка арқылы өтіп, оригинал алуға да болады. Қалауыңыз бойынша. Және де сатушыға рахмет, зарядтайтын құрылғысында салып жүрген, Type-C адаптерін және де подушкаларын да салып жүрген. Енді қабы да жақсы қаптаған. Сыртына келетін болсақ, міне бізге келген. Алдында сіздермен бірге ашып көрдік, міне қараңыздар. Керемет нұрға келген. Осымен достар, менің айтатын сөздерім AirPods, мына AirPods-ты менің ойымша алуға болады. Түйін маған қатты бәрі ұнады, сапасы бәрі жақсы. Өзім енді осы AirPods-пен қолданатын болам. Егер де осы видео сізге ұнаған болса, тіпті де бір көмегін тигізіп, егер де сізге AirPods алуға бір қандай да бір жақсы ой қалдырса, каналға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше, дидарласқанша достар. Опа, даның AirPods, прикинь, AirPods, made in China деп тұр.